Баршаңызға сәлем, өте дәмді жұмсақ болып шығатын шоколадты кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ұнымыздың үстіне какаоамызды қосамыз және де үстіне бір қасық қамыр қопсытқышымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Бөлек ыдысымызға сары майымыздың үстіне қантымызды саламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек, және де дәміне қарай ванильный сахар, тұз қосамыз. Және де миксердің көмегімен, болмаса қасықтың көмегімен жақсылап езіп араластыратын боламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де 2 жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді қосамыз. Бөлме температурасында болмай, егерде сүттеріңіз салқын болса, жылытып алып қоссаңыздар болады. Енді ұнымызды 2-ге бөліп қосатын боламыз. Ұнды негізі ситадан өткізіп алып қоссаңыздар өте жақсы, түйіршіктенбей біркелкі болып шығады қамырларыңыз. Егерде сита болмаса, миксерлеп жіберсеңіздер де қамырларыңыз біркелкі, теп-тегіс болып шығатын болады. Кез келген шоколадты алып, үгітіп, арасына қосып жіберсеңіздер болады. Егерде шоколад қоссаңыздар, кекстеріңізге өте дәмді болып шығатын болады. Енді кексіміздің формасын алып, барлығына 3 қасықтан құйып шығатын боламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстеріміз пісіп шықты, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де сіздермен болған Оразгүл.